Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге пропитканы қажет етпейтін, мінсіз болып шығатын медовиктің рецептісімен бөлісемін. Мамықтай өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші темір ыдысымызға аселді саламыз, яғни мед, және де кішкене шай қасық ас содасын салып, отқа қоямыз. Орташа отта осылай көпіріп шығады. Өзіңізге ұнаған түске дейін осылай араластырып тұрасыздар. Орташа отта тоқтатпай үздіксіз араластырасыздар. Осындай түске енгеннен кейін сармайды салып, тағы да жақсылап араластырып қойып қоямыз. Келесі кезекте 4 дана жұмыртқаға үстінен қантты салып, миксердің жай жылдамдығымен миксерлеп бастайсыздар. Әр минут сайын көтеріп, осы масса 2-3 есе ұлғаю керек, сонда біздің тортымыз жақсы көтеріліп шығады. Міне осыны әппақ масса болғанша миксерледім. Енді үстінен жаңағы балды, ертіп алған балымызды құйып, тағы да бір миксерлеп жібересіздер. Осындай болып шығады. Содан соң үстінен ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіп алыңыздар ситадан. Және де бірден салып жібермейміз. 2-3 бөлікке бөліп, осылай лопатканың көмегімен астынан жоғары қарай араластырасыздар. Сонда біздің масса басылып қалмайды, жақсы көтеріліп шығады. Ұнды бірден салсаңыздар да басылып кетеді. Сол себепті бөліктерге бөліп саласыздар. Толық құрамын төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жақтан қарап, өлшеп жасаңыздар, сонда керемет болып шығады. Міне бізде осындай масса болды. Бұл массаны сіздер 3-ке, 4-ке бөліп жасай берсеңіздер болады. 4 коржға дейін шығады дөңгелек формамен. Ал мен осындай үлкен 4 бұрышты формаға сала салдым. Көп уақытында алмайын деп 180 градуста қызартқанша пісіріп аламыз. Енді креміне кірсеміз. Креміне жұмыртқа, қант, крахмал, осы үшеуін салып жақсылап араластырамыз. Кукурузный крахмалмен де осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырып алып, үстіне сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Яғни заварной крем жасап аламыз. Ыдысымызды орташа отқа қойып, үздіксіз лопатканың көмегімен араластырып тұрасыздар. Ешқайда кетпейсіздер. Өйткені асты жабысып қалса, қоңыр түске еніп кетеді креміміз. Сол себепті осылай әдемі аппақ бір келкі түске болсын десеңіздер, төбесінде тұрып, осылай лопаткамен асты үстін тоқтаусыз араластырып тұрасыздар. Одан да әдемі дәм болу үшін сосын ванилин салып жіберуге болады. Ең соңында міне осылай кішкене қоюлана бастайды. Қойланған кезде оттан алып, сармайды салып, сармай ергенше жақсылап араластырып, бөлме температурасында суытуға қалдырамыз. Міне менің коржым пісіп шықты. Қараңыздар, бұл коржды мен теңдей ортасынан бөлемін. Осылай бұны негізі 4-ке бөлуге де болатын еді. Мен өзімізге жасағандықтан осылай 2-ге ғана бөле салдым. Сіздер дөңгелек формада, 4 бұрышты формада 4 корж жасасаңыздар болады. Енді кремнен бастаймыз. Бізге творожный сыр қажет болады. Творожный сырды бір миксерлеп аламыз да, жаңағы суған заварной кремнен бір ас қасықтан сала отырып, осылай араластырамыз. Сонда бізде ерекше дәмді крем дайын болады. Бір ас қасықтап сала отырып, осылай миксерлеп кремімізді дайындап аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі крем болып шықты. Міне крем дайын, енді тортты жинайтын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналымда көптеген рецепттерді таба аласыздар. Ыстық тағам болсын, булочкалардың түр-түрі, банкілер барлығын менің каналымда теп-тегін үйрене аласыздар. Каналыма тіркеліп, видео ұнаса, міндетті түрде колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз, қандай да бір сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийға жазсаңыздар болады, жауап беретін боламын. Міне осылай тортты жинап шықтық. Арасына крем жағып, үстіне тағы да крем жақтым. Бетіне қалған бөліктерді сеуіп, өз қалауларыңызша әсемдеп ұсына бересіздер. Өте дәмді болып шықты. Өте керемет, үй жағдайында жасалынатын ең дәмді торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Парақшам сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Сол себепті менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.